Моторлы қайық өзен ағысымен 14 км сағат, ағысқа қарсы 9 км сағат қашықтықты жүзіп өту үшін барлығы 5 сағат жұмсады. Моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығын 5 км сағат деп алып, өзен ағысының жылдамдығын табыңыздар. Есептің берілгені мәтінде өзен ағысымен 14 км деп тұр. Мына 14-ті осылай жазып аламыз. Ағысқа қарсы 9 км деп тұр. Ағысқа қарсы деген сөз 9 км жазамыз. Енді қайық ағыспен және ағысқа қарсы барлығы 5 сағат жүрген, оны былай жазып аламыз. Енді есепте тынық судағы жылдамдығы 5 км сағат деп тұр. Бізге өзен ағысының жылдамдығын табуымыз керек. Енді есептің жоспарын құрамыз, балалар. Сонда бізге есепте сұрақ беріп тұр, өзен ағыспен жүрген жылдамдығы белгісіз деп тұр. X км сағат деп белгілеп аламыз. Енді ағыспен 5 қосу X км сағат, ағысқа қарсы 5 минус X км сағат болады. Біз теңдеуді уақытқа құрдық. Мұнда ағыспен жеке-жеке жазып алдық, мына екеуін қосамыз. Барып қайты деген үшін мұнда плюс қоямыз. 14 бөліп 5 қос X тең 5, мынау 5, баруға қайтуға кеткен уақыты. Енді жерде толықтауыш көбейткіштері тұр. Мына толықтауыш көбейткіштеріміз барлығын 14-ті 5-ке көбейткенде 70, 14X-ке көбейткенде 14X, мынау екі бөлшектің ортасындағы қосу 9 жерде 5-ін 45, 9-ды X-ке көбейтеміз 9X тең, 5 қосу X, 5 минус X қысқаша көбейту формуласы бойынша 25 минус X квадрат көбейту 5 болады. Өрнекті ықшамда ұқсас қосылғыштарды қосып алғаннан кейін бізде 5X квадрат минус 5X минус 10 тең 0 теңдеу шығады. Бұл теңдеуде 5-ке қысқаратыны көрініп тұр. X квадрат минус X минус 2 тең 0 келтірілген квадрат теңдеу шықты. Мұндағы минус 2 дегеніміз 2-ні минус 1-ге көбейтсек минус 2 шығып тұр. 2-ге минус 1-ді қоссақ плюс 1 шығады. Плюс 1-ге қарама-қарсы минус 1. Минус 1 олай болса, келтірілген квадрат теңдеудің түбірлері минус 1 және 2 болып тұр. Мен жақшаның ішінде 2 км сағат өзен ағысының жылдамдығы деп жазып кеттім. Жауабы 2 км сағат болады. Бұл есептің жауабы осылай.